Ассалаумағалейкум құрметті көрермен, эфирде Central Asian Dream бағдарламасы. Біз бүгінгі бағдарламамызды Жүсіп Баласағұнның және Макиавеллидің қанат сөздерінен бастағымыз келеді. Жүсіп Баласағұн екі нәрсе ел болудың тіреуі. Бірі сақтық, әділ заң ғой біреуі. Қара күшпен ел билеуге болмайды, күшке ғана сеніп алсаң, сол қайғы деп қанат сөз қалдырады. Жүсіп Баласағұннан 500 жылдан кейін итальян ойшылы Никола Макиавелли кез келген мемлекеттің іргетасы мызғымас заңдар мен мықты әскер. Мызғымас заң, мықты әскер бар жерде ғана болады. Әскер күшті болған жерде ғана заң қуатты деп өзінің атақты әмірші кітабының 12-ші тарауында ой қалдырады. Халықаралық қатынастардың барлық теориялары мен тұжырымдары классикалық екі мектептен бастау алады. Ол бірі саяси реализм, екіншісі либерализм. Саяси реализмнің өкілдерін әлемнің барлық жоғарғы оқу орындарында Фукидидтен бастап алып, Макиавелли, Гоббс, Ваттель мырзаларды антикалық және орта ғасырлағы ойшылдардың авторлары ретінде, жаңа заманда Кар, Кеннон, Моргентау, Киссинджер, Уолферс, Бржинский сияқты ғылыми көзқарастармен жалғасын табады. Ұзақ сонар созылып жатқан осындай батыстық ғалымдардың ортасында азиялық ойшылдардың аты жөнін таба алмайсыз. Бұл туралы пікірімізді біз өткен бағдарламамызда айтқан болатынбыз. Қарқынды дамып келе жатқан халықаралық қатынастардың қытайлық теориясы саяси реализмді Фукидидтен емес, Фукидидтен бұрын 100 жылдай өмір сүрген, біздің заманымызға дейінгі 545 жылы өмір сүрген Сунцзыдан бастайды. Сунцзының пікірін кез келген соғыс жеңісті жақсы көреді, бірақ соғыс ұзаққа созылғанды жек көреді деп өзінің соғыс өнері еңбегінде қалдырған. Ал біз халықаралық қатынастардың саяси реализм теориясының мектебінің атасы санайтын Фукидид мырзаның Пелопоннес соғысындағы негізгі идея соғыс және күш. Халықаралық қатынастарды реттейтін фактор соғыс болса, оның негізгі ең басты факторы күш деп айтады. Біз бұлардың бәрін айтудағы мақсатымыз Макиавелли мен Фукидид пен Сунцзыны салыстыру емес. Бұл жердегі ең негізгі айтайын деген ойымыз, өткен бағдарламаға ойды жалғастыра отырып, біз өзімізді әлі де терең танымаймыз деген пікірді айтқымыз келеді. Мәселен, Фукидидті ары қарай жалғастыратын итальян ойшылы Макиавелли өзінің әмірші кітабында, қолымыздағы әмірші кітабында негізгі ойды саяси реализмнің жаңа тармағын тіпті өзінің атына ұйқастырып макиавеллизм деп тарап кеткен идеясында әміршіге кез келген билікті беруге болады, және мемлекеттік мүддені сақтау барысында таза, лас жолдармен болса да кез келген әрекет әмірші үшін рұқсат етілген. Қуатты әскер, яғни күш негізгі фактор деп айтады. Бұл әрине Фукидидтің ойын тереңдете түскен фактор еді. Никола Макиавелли 1450 жылдарда өмір сүрген. Ал 1020 жылы Орталық Азияда дүниеге келген Жүсіп Баласағұн өзінің құтты білік еңбегінде, мәселен 1612 шумақтарында: «Ей азамат, ізгілік ет артаймас, ізгілік іс мәңгі бақи қартаймас» десе, келесі бір шумағында ұят барлық жаман істен тияды, ұят барлық игі істерді жияды деп тұжырымдайды. Бұны айтудағы мақсатымыз, Макиавелли егер саяси реализмде күш, ал күштің негізгі мақсаты сіз мемлекеттік мүддені қорғау мақсатында армен ұяттан аттай отырып, ізгілік пен моральдан аттай отырып, кез келген қатыгез қадамдарға баруыңызға рұқсат деп түйеді. Ал 11-ші ғасырда өмір сүрген Жүсіп Баласағұнның құтты білік еңбегіндегі саяси реализмге тікелей қатысы бар тұжырымдар әрине күш, соғыс халықаралық қатынастардың ең маңызды құралы. Мәселен, Жүсіп Баласағұн бір қолыңмен күш арқылы ел биле, екінші қолыңмен шүлен таратып адамдарды қанағаттандыр дейді. Бірақ негізгі идеясы билеуші ізгілік пен ұяттан аттап өтпеу керек дейді. Сондықтан саяси реализмнің түбін зерттеп келген кезде батыстық жоғарғы оқу орнында оқып жатқан Макиавеллиден бұрын қытайлық ғалымдар өзінің Сунцзын қосқан сияқты, орталық азиялық ғалымдар Жүсіп Баласағұнды және Жүсіп Баласағұннан бері қарай тарап келе жатқан ойшылдардың еңбегін халықаралық қатынастардың теоретиктерінің қатарына қосу керек деп есептейміз. Себебі біздің тұжырымымыз бойынша өзіңді де танымасаң, өзгені де танымасаң, әрқашан жеңіліске жетесің, жеңіліске ұшырайсың. Ал егер өзіңді танымай, өзгені ғана танысаң, онда
бодан боласын деген тұжырымды айтқымыз келеді. Сондықтан орталық Азия мұраты бағдарламасының ең негізгі мақсаты орталық Азияны тану және орталық Азияға қатысы бар факторларды тану. Бүгінгі біздің бағдарламамызда орталық Азияны тану мақсатында орталық Азияның болашағы, орталық Азияның көкжиегі, орталық Азияның жастарына қатысты бар деп есептейміз. Сондықтан орталық Азияның жастарының саяси белсенділігі туралы талқылауымыз үшін орталық Азияның жастар саясатына байланысты Central Asian Dream бағдарламасының сарапшысы Бекқайыров Нұрсұлтан Болатұлымен сұхбаттасатын боламыз. Құрметті Нұрсұлтан Болатұлы, бағдарламамыздың мақсаты орталық Азияны тану тереңнен. Орталық Азияны тануды біз жастардан бастағымыз келеді. Себебі қанша дегенмен тарихтың ағымымен осы жастар орталық Азияның болашағы, қалай айтсақ та. Сондықтан жастар немен айналысып жатыр және орталық Азияның жастарының саяси белсенділігі қандай деген сұрақтарға жауап берсеңіз. Рахмет. Біріншіден бағдарлама шақырып кезекті санында ой пікір білдіруге мүмкіншілік алғаны өте қуаныштымын. Енді алдыңғы бағдарламада біздер Орта Азия жалпы халықтардың санының 30%-ын жастар құрап отыр деп айтқан болатынбыз. Демек, енді мынандай ойлар бар ғой. Кім жастарға көп әсер ете алады, сол билікке жақынырақ болады, сол билік соның қолында көп шоғырланады деген секілді. Сол себептен Орта Азия мемлекеттері жастарға көбірек әсер ету үшін түрлі бағдарламалар, түрлі идеологиялық жұмыстар жүргізеді. Соның нәтижесінде енді осы Орта Азия мемлекеттерінің жастарының саяси белсенділіктері әртүрлі дамуда. Енді бірінші айта кететін болсақ, Өзбекстан Республикасы Мирзиёев президент болғалы жастар көп мүмкіндік алып отыр салыстырмалы түрде. Қазір оларда 5 миллион жастың басын құрастырып тұрған Өзбекстан жастар қоғамы, Союз молодежи Өзбекстана 5 миллион жастың басын біріктіріп отыр. Сонымен қатар оларда жастар парламенті құрылды. Демек, оларда бір ізділік, белгілі бір саяси көзқарастың белгілі бір идея топтаса алды деп. Яғни елдегі 5 миллион жасын бір ұйымға біріктіру ол өте үлкен күш деп есептеймін. 5 миллион дегеніңіз Тәжікстан мен жаңағы Қырғызстан немесе Түркменстан сияқты мемлекеттермен салыстырғанда 70-80% халықтың саны өте көп. Және де енді айта кететін жағдай, яғни олар бір идеяға тоғыстырған сондай бір жастардың күшін құра алды деп айтқым келеді. Одан кейін енді Тәжікстанда шектеулер көп. Жастардың араласуына, әрине ол жақта да жастар саясаты өз кезегінде дамып жатыр. Олардың да мемлекеттен олардың саяси белсенділігін бақылауға ұстап отырады. Енді оларға қазіргі таңда өздерінің саяси пікірлерін жеткізе алатын мүмкіндік әлеуметтік желілер. Андай офлайн алаңдар оларға мемлекет бүгінгі таңда шектеу қойып отыр. Енді ол түрлі саяси аспектілерге байланысты. Енді Түркменстанға келетін болсақ, ол жақта енді жастардың саяси пассивтігі байқалады. Яғни мүмкіндік жоқ өзінің ойын еркін айтуға деген секілді. Енді олардың да арасында бар, мүмкіндігін пайдаланып шетелден білім алып келіп, түрлі саяси білімі бар азаматтар еліне қайтқысы келмей, сол шетелден түрлі әлеуметтік желі арқылы өздерінің пікірін білдіріп отырған, алайда мемлекет тарапынан қатаң бақылау, шектеулер өте көп. Енді Қырғызстанға келетін болсақ, Қырғызстан жалпы енді әртүрлі пікірлер бар, соның ішінде бұл жабайы демократия дегенде пікір бар. Енді оған
өз басымда келсем, түрлі енді қырғызстандық әріптестермен де араласамыз. Жалпы мынау мемлекеттің осы тәуелсіздік алғаннан кейін 2005, 2010, 2020 жылдардағы биліктің ауысуында болған түрлі толқулар, түрлі түсті революциялар болсын, сол кезде жастардың орны ерекше болды. Яғни бұл жерде енді саяси белсенділігі өте жоғары деп айтқанмен, бірақ оған әсер ететін сыртқы күштердің көп болуын да айту керек. Яғни белгілі бір саяси көзқарасы қалыптаспаса да, бірақ жаңағы өздерін саяси белсенділігіміз жоғары деп өздері есептеп, сондай ойлар қалыптастырады. Бірақ та енді ол жақта да жастар парламенті бар, оларда да жастарға арналған арнайы алаңдар бар, мүмкіншіліктер өте көп, олар өздерінің ойларын еркін жеткізе алады, бірақ жаңағыдай Өзбекстанмен салыстырған кезде бірізділік жоқ. Әртүрлі кішкентай болсын саяси партияларға бөлініп алады, саяси партиялардың жастар қанаты болып алады деген секілді. Бірақ енді олардың саяси белсенділігін енді өте жоғары екенін айта кеткен жөн, осы орталық Азияда мемлекетпен салыстырғанда. Енді Қазақстандағы жастардың саяси белсенділігіне келетін болсақ, оны мынау 2022 жылы орын алған қаңтар оқиғасына дейін және кейін деп бөліп алсақ болады. Енді қаңтар оқиғасынан кейін Қазақстанда түрлі саяси партиялар пайда болды, соның ішінде Республика партиясын, бүгінгі таңда Республика партиясын, енді оған дейін Нұр Отан, бүгінгі таңда Аманаттың жастар қанаты болды. Жаңағы ол да өзбекстандық модельмен бірізділік болды, көптеген біз Аманатқа қатысты білеміз, бірақ басқа партиялардың жастар қанаттары бүгінгі таңда Республика партиясының жастар қанаты өте жақсы дамуда, өте жақсы өздерінің саяси белсенділіктерін. Енді ол партияның құрылтайшыларының барлығы бизнес өкілдері, сондықтан бүгінгі таңда енді жастар арасында тезірек баю деген секілді тенденция бар. Сол себептен сол партияны құрған бизнес өкілдерін көбірек оқып, олар әлеуметтік желі арқылы сол партияның жастар қанатына қазір белсенділік шоғырланып жатыр. Былайша айтқан кезде. Енді тағы бір айта кететін жағдай, ол 22 жыл қаңтар оқиғасынан кейін протестті жастар көбірек пайда бола бастады. Ол дегеніміз енді ол біріншіден енді позитивті жағы азаматтық қоғам дамуы деп білсем, әртүрлі алаңдарда волонтерлықтың дамуы арқылы өзінің ойын волонтер болу арқылы жеткізіп жатыр, қоғамды белгілі бір қайырымдылыққа, жақсылық жасауға итермелейтіндер. Одан бөлек енді түрлі қазір жаңа адамдар қозғалысы пайда болды. Жаңа Қазақстанның жаңа адамдар деген секілді әртүрлі санаттағы, әртүрлі жалаң ұрандар емес па, нақты фактылар ма, нақты жұмыстар бар ма, нәтижелер? Енді жаңа адамдар енді қазір былайша айтқан кезде енді ол белгілі бір партияның немесе белгілі бір мемлекеттік органның жастары емес, өздері жаңағы қоғамдағы болып жатқан олқылықтарды, қоғамда болып жатқан әділетсіздіктерді әлеуметтік желі арқылы олар енді ерекшеліктері соны зерттеп біріншіден, содан кейін барып шешім қабылдап, белгілі бір енді рубрикалары бар, мысалы белгілі бір мекенде бір айдан 2 айдан астам жарық болмаса немесе жол жөнделмесе деген секілді сондай мәселелерді көтереді. Сонымен қатар қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы волонтерлар қозғалысы пайда бола бастады. Кибер волонтерство пайда бола бастады. Яғни қазір мысалы әртүрлі зиян келтіретін сайттар бар. Мысалы есірткі, лудомания, жаңағы заңсыз заңсыз өзінің жұмысын жасап отқан букмекерлік кеңселерінің сайттарын анықтайтын кибер волонтерлық қазір дамуда. Сондай түрлі азамат қоғамның өкілдері өздерінің осылай жасап жатқан жұмыстар арқылы, жасап жатқан белгілі бір бағыты арқылы өздерінің саяси пікірлерін білдіруде. Көп рахмет. Жалпы мен түсінген бойынша жалпы орталық Азияда жастардың саяси белсенділігі артты деп бағаласақ болатын сияқты. Түркменстан мен Тәжікстанды есептемегенде, тіпті олардың өзінде қанша дегенмен бұрынғымен салыстырғанда саяси белсенділік бар. Өйткені әлеуметтік желі бар деген сияқты, немесе Түркменстан жағдайында сырт мемлекетте тұрып саяси белсенділігін көрсетеді. Осы жастардың саяси белсенділігінің артуының былай себептерін анықтауға бола ма? Себебін неден көресіз?
енді мен осы тақырыпқа дайындалғанда өзім үшін екі себебін анықтадым. Бірінші себебі ол енді жаһандану мәселесі. Яғни өзара мемлекет аралық енді ресми шекара бар да, бірақ та қазір енді әлеуметтік желінің жаһандану процесінің кесірінен шекаралар түсіп қалды былайша айтқан кезде. Және де әлеуметтік желінің қарқынды дамуы, енді статистикада әлемде қазір 5 миллиард адамда ұялы телефон бар, соның 3 миллионы әлеуметтік желі тіркелген. Кез келген әлеуметтік желіге 3 миллиарды кез келген әлеуметтік желіге тіркелген. Демек жаңағы өздерінің енді әртүрлі көзқарастар бар. Біреулер жаңағы әлеуметтік желі арқылы өзінің пікірін білдіріп, бірақ шын мәнісіне келген кезде ол белсенді болмауы мүмкін, немесе белгілі бір артында өзінің саяси ойлары болуы мүмкін, саяси өзінің артықшылықтарын ойлауы мүмкін. Бірақ та былайша айтқан кезде бұл өзінің пікірін еркін жаза алатын сондай бір инструментке айналды әлеуметтік желі. Әлеуметтік желінің дамуы саяси белсенділікке алып келді. Немесе ол өзінің саяси көзқарасы болмаса да, жаңағы өзінің аудиториясы бар белгілі бір саяси лидерлерді де анықтап берді. Өзінің аудиториясы арқылы, сол арқылы, әлеуметтік желі арқылы электоратқа әсер ете алатын сондай бір инструменттер пайда бола бастады. Соның арқасында ол өзінің ойы болмаса да, диванда жатып болса да, диван батыр деген сияқты қазір сондай бұл бір ғана себебі деп ойлайсыз ба енді? Жоқ, екінші себебі бұл өте маңызды деп есептеймін. Екінші себебі қазір мынау 90-шы жылдары дүниеге келіп, яғни Совет одағы ыдырап, тәуелсіз мемлекетте туылған жастар, қазір ең үлкен жасы енді 35-ке тақап қалды, 90-шы жылдар туылғандар. Солар мемлекет ісіне араласа бастады. Яғни тәуелсіз мемлекетте туылып, өзінің көзқарасы, өзінің саяси пікірі, саяси көзқарасы қалыптасып, оны өзі еркін жеткізе алатын жасқа келді. Тіпті мысалы 20 жаста үйленіп кетіп, қазір өзінің әке болып, мысалы 15 жаста балалар, олар тәуелсіз Қазақстанда туылған ұрпақтың тәуелсіз балалары өздерінің ойларын еркін жеткізе алады, біздің енді ата-аналармен салыстырған кезде. Сол себептен ойлаймын, бұл тенденция, бұл яғни орталық Азия жастарының арасында саяси белсенділік тоқтамайды, осымен арымен қарай дами береді. Және де енді мемлекет тарапынан жақсы бағыттарға бұрылып отырса, бұл саяси белсенділік, бұл енді біздің көптеген құқықтық институттардың дамуы, азаматтық қоғамның дамуына үлкен үлес қосады деп есептеймін. Мағжан ақын айтпақшы, арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қуатты. Біз де жастарға әрқашан сенеміз. Бағдарламамызға алып келген ақпараттарыңыз үшін рахмет. Біз бағдарламамыздың соңғы бөлігіне өтеміз. Орталық Азияның қазынасы деп аталады. Орталық Азияның қазынасы ретінде жастардың арасынан не алып келдіңіз? Орталық Азияның қазынасы ретінде мен осы 2024 жылы IT саласына үлес қосқан 21 қыздың тізімін алып келіп отырмын. Қазір жаңағы зерттеу жасаған сол зерттеу жұмысын сілтемесін жібереміз. Яғни бұл жерде енді бұл қазына деп алып келіп отқан басты себебі ол мынау енді Орта Азия мемлекеттерін жаңағы шығыс әйелдеріне ұқсатып, олардың құқықтарын шектеу деген секілді фактілер көп. Сол себептен сондай бір қате стереотип қалыптасқан. Бүгінгі таңда осы білім саласы болсын, IT саласы болсын, спорт болсын, жаңа тіл меңгеру болсын, қазір Орталық Азия қыздары алдыңғы шепте. Және де осы IT саласы үшін стартап бойынша осы жетістікке жеткен қыздардың тізімі, және де олар жасап отқан бүгінгі таңдағы IT саласындағы үлкен ашулар, және де олар тартып отқан инвестициялардың саны өте көп. Мен де шынымды айтқан кезде таң қалдым. Сондықтан барлықтарыңыз сол мақаламен танысуды сұраймын. Енді Орталық Азияның қазынасы ретінде оқыған заманауи IT саласындағы жетістікке жеткен қыздар аса маңызды деп есептейміз. Ұлт болам десең, бесігінен бұрын ананың құрсағы мен ананың білімін түзе деп айтқымыз келеді. Орталық Азияны тануды ары қарай жалғастырамыз. Орталық Азияның мұраты бірлік. Бір қолдың 5 саусағындай 5 мемлекет әрқашан бір болайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.